Сәлем етіп, бүгінгі біздің қаламыз Филадельфияға келдік. Қазір біз Independence Hallға бара жатырмыз. Міне осындай. Бұл жерде бізде Зия, Артем и Мақса. Бірақ бізде бүгін ауа райы ондай қатты жақсы емес. Қаламызға шығып бара тұрған кезде күн жанып тұрған болатын. Қазір уже найзағай, жаңбыр барлығын көрсетіп тұр. Кешкі 10-ға дейін, 11-ге дейін сондай болушы. Бүгінгі ондай қатты емес. Қатты жақсы емес ауа райы жағынан. Қазір біз осы оплата төлеп ары қарай өтетін боламыз спортқа. Қазір осы жерден контрольден өттік. Бүткіл затымызды аэропорттан өткендегі қылып тексерді. Барлығы өте жақсы. Вау. Біздің атамыз. Осындай фотоға түсіріп тұрмыз. Қазір бізде түсіп. Chamber in this room, the assembly across the hall will be next, and the governor of Pennsylvania would work from the upstairs. All right, how many windows are to your left? How many to your right? All right, so that's your balance and symmetry, and it also had a functioning purpose. How about building that can use, but the prisoner's dock, where they would be shackled in, their backs turned to the people. And as I stand here, you all came to see my trial today. Did you know that? Let's head over. Oh my gosh. История барлығын айтады. 10 минутқа созып жақсы. Now, many Americans can quote a lot of phrases from John Adams. Now is the happiest man on the planet. It's the date on top of the Declaration of Independence. For 2 days, they are going to edit Jefferson's draft. Now, but it's Ben Franklin who spotted that sun during that convention in one time. Қазір мақсатпен сувенирлер алуға, кітаптар или бірдеңелер барлығы Нью-Йорктен қараймыз ашу. Рум туры сияқты. Тур жасаймыз ішіне. Есік жауай. Ой, әдемі екен. Менде кішігірім осындай шоппинг болды. Қазір барлығына анпакинг жасаймын болғасын. Артемчик.
бізде екінші контроль жаңағы Liberty Bell Center'ға кірейін жатыр. И потом іштерге барлығын көрсетеді. Перде привет. Ал Зео парковканың сағатын ұзартып ойып қалып, 1 сағат өтіп кеткеннен кейін біз ойладық, 1 сағатта барлығын көріп, үлгеріп, барлығын тез істейміз деп ойлап едік, бірақ ойдағыдай болмай қалып, тағы да 1 жарты сағатқа ұзарту керек болды. И ары қарата көре береміз. Бұл да бір тарих. Филадельфия. Чё, фотка за делай? Ты подходишь, она обратно туда? Там видели кто-то? Фотографировал метр, наверное. Что за люди невоспитанные? О, вот так, стой, чуть-чуть туда. О, стой. Офигенно. Оу. Тахл. Вообще людей нет. Has questions? Come on over and ask. I'd be happy to chat with you. Қазір біз ресторанға тамашаға келдік. Кішкене перекус жасалғаннан кейін тағы да арқарында жақсы жерлерге барып, тағы да бір историялар көрсетіп, сіздерге жаңадан ақпараттар беріп отырамын. Арнадан алыстамаңыздар тағы да. Қазір біз тамаша етіп отырған жердің аты Taco BSM Mexican Grill. Бізді қазір парковка өтіп отырмыз. Тиіван арқылы. Машина бізде осы жерде тұр. Жалпы Америкада барлық парковкалардың бағасы, яғни бесплатный парковка еш жерде жоқ. Тек қана Нью-Йоркта бар, бірақ ол $4 басталады. Барлық жерде ақша, короче. Бізде жаңбыр тоқтап қалды, бізде погода кішкене бұлтты, и кішкене сағат 3-4 сағаттан кейін қайтадан жаңбыр басталып, найзағай ойнайтын болады. Which one you want? This one maybe. This chicken? Yeah, that's shredded chicken. Okay. Ценалар осында екен. Өз қалауын қойған. You want a queso? Yes. Осындай тамақ алып, ана жерден қандай. Бізде тамақ алып, погода бегу. Далада жаңбыр жауып кетті, не в тему. Mexican food in Philadelphia, guys. Недорого, да? Артем, отзыв. Don't try Mexican food, please. Ема, апашы біреген, тамақтың шығып, көйтен жас шығып, тер шығып. Бұл қызар, тамаға ұрып отыр дейді. Mexican food, the best. Best, you see? You see? Everything. Whoa. You see? Nothing. He's big. Oh, shit. Терпимо, терпимо. Hello? Yes, sir. Yeah, I can do it for tomorrow. Yeah, of course. Осындай сода болды, қанта. Оценка қоясың Google-ға. Неде. 5 жылда стоит. И потом все по машинам.
кто-то хотел бы ехать прямо, а ты направо, ты бы всех задерживал на красном. А хотя нет. Сюда надо. Рокки фильмі түсірілген жерге келіп қалдық. Осындай зданияда. Күн ашық қазір. Наконец-то. Ар жақта зданиялар. Осындай пешеходтар. 9, 8. Успеем, конечно, успеем. Жаңа ғана қазақтарды кездестіріп болдық. Аяқ асты 6 жыл Филадельфияда тұрып жатыр екен. Грин карта алған. Осы апалар мен ағаларды көрсетіп жүрміз дейді Американы. Қазір жоғарғы қарата көтеретін боламыз. И барлығын анық көрсетемін. Зио контент ойлап жатыр. Сценарий жаттап жатыр. Контентке Инстаграмға, ТикТокқа, видео, фото. Я планирую $700 добавить. А это какой? Там. А почему еще же типа... Қазір осы жерге бір кадрды қоямын фильмде, Рокки фильміндегі популярный стейрс, короче, осы соны көрсетіп алмын осы жерде кадрда. У меня аккумулятор хорошо держит. Да? У меня до сих пор 100%, я в январе. Везет, новый телефон мне дает. Короче, ютубқа жаңағы Роккидің сценасын қайталадық. Білмеймін, жақсы шықты ма, қалай шыққанын. Просто бірінші попыткадан көре салдық. Тер уже ағып жатыр. Шашып кетті. Қазір осы жерге фотоға түсіп, Инстаграмға публикация ретінде салатын боламын. Осындай видтен әдемі. Осы туралы информация айтып кетемін. Рокки фильміндегі атақты Рокки Бальбоа мүсіні Пенсильвания штатындағы Филадельфия қаласында орналасқан ең танымал турист нысандардың бірі. Рокки мүсіні туралы негізгі ақпарат. Орналасуы Филадельфия, Пенсильвания штаты. Филадельфия өнер мұражайының алдында сол жақта орналасқан. Мүсін авторы Джо Джефферсон. Тарихына келетін болса, 1980 жылдары Сильвестр Сталлоне Rocky's Review National Service'ді арнайы тапсырыс жасатқан. Алғашында ол мұражайдың асфальтқа орнатылған. Кейінірек жанында алаңға көшірілді. Неліктен атақты? Рокки фильміндегі Роккиның Филадельфия өнер мұражайына дейін жүгіріп шығып, қолын көтеріп тұратын көрінісі кино тарихында ең әйгілі сахналардың бірі. Сол себепті мыңдаған адам бұл баспалдақтармен жүгіріп шығып, мүсініне суретке түседі. Рокки Steps деген не? Бұл сол баспалдақтардың атауы. Мұражайға барып үлкен баспалдақтарын халық арасында дәл осылай аталып кеткен. Баруға себеп, бұл жерде кино тарихындағы символ, мүсіннің жанында суретке түсіп, Рокки Степспен бірге жүгіріп шығу көптеген туристер үшін міндетті нәрсе. Бұл жер Филадельфияның басты туристік орындарынан бірі. Салфетки есть, брат, пацаны? Забыл. Бәрі терледі, бәрі шаршады. Рокки. Давай, повтори еще раз, последний раз. Хорошо. Всего очень мало фотки. Это видео? Я. Давай темечки. Я мокрый сильно, да? Да. Вот так тогда. Зио влог.
контент-мейкер. Отдохнуть и прогулять. Кстати, заметили, особо никто не повторяет, как мы так Да, да, пристально. Они там могут забежать только и все. Мы прям пристально повторяем. И то сзади смеются. Так да, оригинальность никто не повторяет. Да, а мы у нас капец хорошо, мне кажется. Да. Вот если оно с видео еще по таймингам совпадать будет, вообще четко. Да, 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 да. Чтобы их можно было вот так два наложить, и один в один оно будет. Я не знаю, если оно так будет, это вообще четко. Жана өздерінің рокки сценасындағы видеосын талқылап жатыр бесінші. Видео шаршап қалды. Контент снимали, и все, мозг ауырады қазір. Киімі құлап қалыпты мына. Қалтасынан тиындар түсіп қалмас. Мынаған қараңдаршы. Не деген сасқын ол, а? Камера сенен кеткісі келмей тұр ғой уже. Борса. Аты қалай мынаның? Аты деді. Чешки, не знаешь этот Бобер Курва, что ли? А, сейчас. Өзбекстанда осындай жануарды көрдіңіз бе? Өзбекский. Я достар, қазір біз өзбек маркетіне қайтадан баратын. Еще раз пойдем ғой. Сол жақтан тағы да бір керек заттарды алу керек. Яғни самса, в общем, қандай еттермен жасалған нәрселер бар, сондай тамақтар бар, соны барлығын алып аламыз. И көре жатармыз ары қарай. Йо, что будешь покупать в этот узбекский маркет? Что, пойдем? Узбекский маркет что? Что хочешь покупать? Что хочешь покупать там? Прям все, хотя бы мясо и многие вот, конфеты, колбасы какие-то, тушенки, что-то, молоко. Каймак, обязательно каймак. О, сметана, нормально. Каждый видео сайын бүткіл адамның сезімі қандай болады екенін сұрайтын боламын. Сұрап жүрмін де видеодан кейін. Ал Зио, настало твое время. Как ощущение вообще сегодняшний? Summarize, короче. Сегодняшний? Типа... Вот первый раз видел купюра доллар есть, $100 в задней стороне там билдинг какой-то. Это какой-то, как это называется? Который? Белый дом? Не. Бенджамин Фрэнклин? Да, Бенджамин Франклин в задней стороне билдинг есть же? Блин, забыл, брат. Вы поехали же? Холл, какой-то холл. Инфинитив. Бүгінгі ощущение қалай? Бүгінгі ощущение, вообще я в первую очередь устал, я супер устал, я в первую очередь вот в рестораны доелись, 2 порции ел, они вообще не ели, они по-узбекски покалас называется у нас, который, короче, с ним не буду поехать в следующий раз, потому что он вообще... Базар. Да. Бүгінгі ощущение қалай, Зио? Бүгінгі ощущение очень хороший, брат. Я устал в первую очередь, потому что многие места были, вот Rocky, Independence Hall, вот и узбекские кухни. Вот я первый раз такос, мексиканский такос и мексиканский буррито заказал, вместе ели. Очень вкус, очень хороший, понимаешь? Очень хороший. Покажи вот это. Вот, тойган. Короче, я Наелся. уже сыт, наелся уже, 2 порции наел. Очень вкусно было. Аппетит хороший. Спасибо огромное. Всем. Все. Артем, сегодняшнее ощущение? Классно. Вот там тренировка Рокки Бальбоа была. Ага. Бобер Курва увидели. Ага. Потом? Очень острый мексиканскую фуд поели, даже половину не съел. Горло болит. И все? Вот это контент по... Да, сняли... Рокки. Да, у нас ремейк 2025 готов уже. Этот кастинг на лучшего актера проведем опрос послезавтра. Ощущение қалай? Ощущение күшті. Жалпы Пенсильвания
штаты жақсы ұнады, Филадельфия қаласы. Барлық жақсы жерлерді көрді деп ойлаймыз. Independence Hall, Liberty Bell, сосын осы Rocky Balboa'ны көрдік, музейм. Бірақ музейдің ішіне кіре алмадық, өкінішке қарай 5-ке шейін ғана істейді екен, бірақ келесі келген жерімізде кіреміз деген ой бар. Хорошо. Өте керемет. Бар алды да. Ана артымызда заттар. Кстати, Зио. Давай, доллар, про доллар. Только что говорил же, Independence Halls вообще очень хорошее место. Я первый раз был, просто мне не дали долларов, я думал, там доллар раздают, потому что это долларский, $100 купюра на задней стороне езжу. Нормально, все. Там снимали фильм «Сокровища нации». Я нашел прям место, где снимали. Вот. Мне это понравилось, папе отправил, он любит этот фильм. Найс. Все. Прям на Четко, крыше, бәрі там жоғары. О, мен фантом алып қойдық на крыше его. И внутри тоже вот это, как заходишь, лестница же А была. музей как? Музей где? Музей вот? Музей. Современное искусство. Ну, он закрыт уже. Не, именно вот музей зайдет Ани. Это в Вашингтоне, где Декларация независимости оригинал хранится. Да. Украдут же. О, вот причина вернуться в Вашингтон, да? Я еще не ездил, чтобы возвращаться. Что там, кондер? Тебе впервые. Кондер. Или что сначала, давайте откроем, да, окна. На трассе кондер. Ё-моё, что там? Музычку надо подрубать. Нормально, Устал, да? Дальше на японском. Авторское право. Короче, достар, видеоны аяқтайын. Маркеттегі өзбек маркетін сіздер уже бірінші видеода көрген боларсыздар. Көрмегендерін описание қалдырып кетемін. Себебі ол жерде қайта түсіретін смысл көріп тұрған жоқпын деп ойлаймын енді. Видеоның соңына дейін қарағандарына көп рахмет. Тағы да триптер болады алдағы уақытта. Соны да тамашалай аласыздар. Барынша әр видео сайын видеоның качествосын, quality жоғары деңгейдегі түсіруге тырысып жатырмын. Барынша тырысамын енді. Өзім үшін, өзгелерді үшін. Давайте. 见到你，可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手，把一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有生之年见过最漂亮的女孩，一直在艰辛等待着你回来，在下个转角和你撞了满怀。